Сәлеметсіңдер ме, балалар? Жаратылыстану 1-ші сынып, 23-ші сабақ. Сабақтың тақырыбы жылыту құрылғысы. Балалар, суретке назар аударамыз. Суреттер несімен ұқсас? Айырмашылығы неде? Жылыту құрылғысы не үшін қолданылады? Оны қай мезгілде қолданылады? Осы сұрақтарға жауап беріп көр. Адам өмірінде жылудың маңызы зор. Күн суығанда үйде жылыту құрылғысын пайдаланылады. Жылыту құрылғылары үйге жылу беретін пеш, радиатор немесе батарея. Кел ойнайық. Суретке қара. Не байқадың? Суреттер несімен ұқсас? Айырмашылығы қандай? Салыстырайық. Екі үйді салыстыр. Бұл үйлерде қандай жылыту құрылғылары қолданылады? Сұраққа жауап беріп көр. Тұрғын үйді жылытуға арналған радиаторларда суды қолданады. Себебі оның жылу сыйымдылығы басқа заттармен салыстырғанда көп. Зерттейік. Суретші нені шатастырды? Жылыту құрылғыларын неге терезенің астына орналастырады? Үйдің жылы суығын қыс түскенде білерсің. Балалар, осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Келесі сабақта кездескенше сау болыңдар.